Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін жалпы бір бойдан қалай 1000 рилс шығару керек идеясын айтатын боламын. Рилс матрицасын бөлісемін. Жалпы бәріміз контент саласында жүрген эксперттер, алғаш контент бастап жатқандар және жаңадан жүргізіп жүрген эксперттердегі ең бірінші проблема ол күнде блогқа не саламын, рилсқа идеяны қайдан аламын, ешкімнен көшірмейтін рилстарды қалай шығарамын деген осындай сұрақтар мазалайды. Мақсатты аудиторияларыңызды анықтау арқылы содан көптеген рилсқа сценарийлар, рилсқа тақырыптар, идеялар шығаруға болады. Яғни, мысалы, сіз қай саланың экспертісіз, сіздің мақсатты аудиторияларыңыздың кімдер, соны анықтап аласыз, және солардың больдары, триггерлері, және соларға қатысты тақырыптарды жазу арқылы өзіңіздің экспертный рилстарыңызды шығарасыз. Мысалы айтатын болсақ, бізде, например, контент саласында жүрген эксперттер, олардың мақсатты аудиториясындағы блог жүргізуді үйрету, ақша табуды үйрету, осыдан сценарий кетеді. Яғни өзіңіздің басыңыздан өткен оқиғалармен, шынайы оқиғалармен бөлісесіз. Менің алғашқы кездегі ақша табудағы 3 қорқынышым. Мен өзім ақша таба алмаймын деп ойладым. Контент саласында блог жүргізіп жүрген эксперттерге мысал келтірсек, олардағы боль ақша табу, контент салу, және тағы қандай бар, мына жерде жазылып тұрған мақсатты аудиторияны жинау. Осыларды жазып аламыз. Екінші жаққа қателіктерін, қорқыныштарын, тағы да не айтуға болады, соған байланысты бәрін тізіп өзіңізге сіздің мақсатты аудиторияңыздың больдарын жазып шыққан кезде сізде осы арқылы, тақырыптар арқылы идея шығаруға болады. Мысал келтіретін болсақ, ақша табу, кез келген сала, кез келген эксперт, кез келген кәсіпкер болсын, нишадағы адам ең бірінші проблема ол ақша табу үшін контент жүргізіп бастайды. Сол кезде өзіңіздің басыңыздан өткен немесе ақша табудағы менің жасаған 3 қателігім, немесе ақша табудағы бастапқы кездегі қорқынышым, ақша табудағы лайфхактар. Осылай екі жақтан біріктіріп 5-6-10 шақты тақырып шығаруға болады. Немесе контент салу. Контент салу бойынша алғашқы 3 идеямен бөлісетін боламын. Контент салу бойынша мен 10 күндік челлендж жарияладым. Контент салу бойынша мен сіздерге күнделікті өзімнің бір күндігімен бөлісетін боламын. Тақырыптарды шығарып алдыңыз, сценарийларды жазып алдыңыз. Енді оларды қай форматта салуға болады деген нәрсені айтатын болсақ, енді қараңыз, бір тақырыптың өзін рилсті әртүрлі форматта қолдану арқылы сіз бір тақырыптың өзін неше қайтара салып шығуыңызға болады. Әрине, оны бір бағытта ғана салмайсыз, бір түрлі ғана рилс форматында салмайсыз. Рилстың да форматтары өте көп. Бір запрос. Контент жасаудағы қателіктерін деген бір тақырыпты алып, оны әртүрлі форматта салып шығуға болады. Сонда сізде бір тақырып, бірақ 5-6 рилс шығып тұр. Оны әрине бір уақытта салмайсыз және бір форматта салмайсыз. Ең бірінші күні пост карусель форматында салып шығуға болады. Менің контент жасаудағы қателіктерім 3 қателік деген сияқты, 4 қателік деп фотолармен, картинкалармен келтіріп, екінші күн, 3-4 күн басқа рилстар форматтарын басқа тақырыпта салып, тағы бір өткен кезде видеолардың бәрін осы уақытқа дейін тапқан ақшаларыңыздың мысалы ретінде видеоларды жинап алып келтіресіз. Мен контент жасаудағы енді контент бойынша қай тақырыпқа байланысты сонда видеоны жинақтап, бүкіл видеоны қосқаннан кейін дауысын алып тастап, өзіңіздің дауысыңызды түсіріп, озвучка форматында салып шығуға болады. Үшінші күні говорящая голова, яғни осылай отырып, менің контент жасаудағы қателіктерім. Күніне ертеңге қалдыру, идеальный моментті күту, адамдар не дейді деп ойлайды деген сияқты кете береді. Ал төртіншісі қысқа видео форматтағы, яғни описанияға, барлығын описанияға жазып кеттім дейсіз, контент жасаудағы қателіктерін төменнен оқып алыңыз дейсіз. 6 секундтық қана видео. Ол описанияны ұзақ жазып қойған сайын, неғұрлым соны қараған сайын адамдар сіздің бір рилсыңызды 5-6 рет қарап шығады. Тағы сторителлинг формат бар. Оны бір видео форматында или фото форматында, картинка форматында жинақтап, музыка қойып, сіз баяндап, тексттермен баяндап шығасыз, соңына дейін оқып шығатындай қызықтығып, мен алғаш контент жасағанда осындай қызық болған деген сияқты бір қызықты нелерді қосып жібересіз.
Одан кейінгі формат тағы қандай формат бар? Подкаст айту, біреуге, яғни контент жасауда қателіктерім осындай болған деген сияқты біреуге сұрағына жауап беріп жатқан сияқты формат. Қандай формат, бұрын форматтардың бәрін қолданып, қазірдің өзінде қолдана беруге болады, трендтен қалды деген формат жоқ. Енді келетін болсақ, жалпы осылардың бәрін бір тақырыптық алып, жаңағы айтқандай, бір мезетте бір тақырыпты салып тастауға болмайды. И бір бағыттағы экспертлік рилстарда бір кезеңде салуға болмайды. Контент стратегияны осы кезде қолдану керек. Яғни контент стратегия дегеніміз контентте микс жасау. Бұл жерде сізде мысалы вирусный рилстар 40% болу керек. Яғни вирусный рилстар деп отырғанымыз қазіргі кездегі трендтағы жизалар, лайфхактар, юморлар, тағы не бар, хейт жазатындай бір әлеуметтік болып жатқан бір тақырыпты қозғау, широкий тақырыптарды қозғау, сонда атып кететін, охват жинайтын, бұлар сізге охват әкеледі, подписка әкеледі, бір-бірімен адамдар бөлісіп кет деген сияқты. Саяхатқа барғың келген досымен бөлісіп кет. Контент алғаш жасағысы келген, ол эксперттікке кетіп қалады. Ақша табудағы мендегі 3 лайфхак. Осыны ең жақын адамыңмен бөліс. Биыл ақшасы көп болсын деген сияқты. Баспаналы болғысы келген адаммен бөлісіп кет. Адамдар. Екіншісі 30% экспертный болу керек. Яғни сіздің экспертлігіңізді, сіздің қандай салада екеніңізді, қай саланың маман екеніңізді көрсетіп тұр. Бизнесті ашу. Яғни бұл жерде 20% сіздің құндылығыңызды, сіздің кім екеніңізді, сіз тек қана сол саладағы эксперт емес, сіз мамасыз, сіз әйелсіз, сіз тағы да мына жақта бір өзіңіздің ортаңызды қалыптастырған адам шығарсыз, үйде таңертең ерте тұратын әдетті қалыптастырған адам шығарсыз. Контентке келе отырып тағы бір өзіңіздің алып жүрген нәрселеріңізді, құндылығыңызды, кім екеніңізді көрсету адамдарға қызықтырақ болады. Одан кейін 10% қана продающий рилстар салу керек. Оларға әрине міндетті түрде воронкаларды қосып қолданып қойсаңыз тіптен жақсы. Өйткені сізді сол продающий контенттер сатып отырады. Ол кейстарды салу арқылы сату, сонда осы сияқты сізде тапқыңыз келсе, маған келіңіз деген сияқты. Менде осындай разбор форматы бар, менде консультация бар, менде услуга бар деген соңына воронкаларды қосып қоясыз. Воронкалардың сату сабақтарының өзі өте көп. Жалпы ең соңында сіздерге айтатыным, қиындатпай өздеріңіздің мақсат аудиторияңыздағы больдарды, запростарды, желанияларды жазып, соған байланысты 10 шақты, 20 шақты тақырыпқа рилс сценарий жазып тастаңыздар. Егер де осы контент саласындағы эксперттің маған осы тақырыптар қызықты, воронка сату сабақтар қызықты болса, менің парақшама тіркеліп алыңыз, алда менде жақсы ұсыныстар болады. Және разбор алғыңыз келсе, менің дайректіме шығыңыз.